Сәлеметсіздер ме? 15-ші аптаның сұрақтарына жауап. Бірінші сұрақ: тарихи сананы қалыптастыру және рухани жаңғыруға бағытталған мемлекеттік бағдарламалар. Тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан үшін ең маңызды міндеттердің бірі тарихи әділдікті қалпына келтіру, ұлттық сананы жаңарту болды. Кеңес дәуірінде халқымыздың шынайы тарихы толық айтылмады. Көптеген оқиғалар бұрмаланып көрсетілді. Сол себепті елде тарихи сананы қалыптастыруға бағытталған үлкен жұмыстар басталды. 1997 жылы қоғамдық келісім және саяси қуғын-сүргін құрбандарды еске алу жылы. 1998 жылы халық бірлігі мен ұлттық тарих жылы жарияланды. Бұл жылдары репрессия, ашаршылық, алаш қозғалысы, ұлт зиялылары туралы зерттеулер қайта жанданды. 2004 жылы аса маңызды бағдарлама мәдени мұра қабылданды. Оның мақсаты тарихи ескерткіштерді зерттеу және қалпына келтіру. Қазақ әдебиеті мен мәдени мұраларын жинау, шетел архивтердегі деректерді елге әкелу. 2013 жылы халық тарихы толқынында бағдарламасы басталып, қазақ тарихы терең объективті түрде зерттеу жалғасты. 2017 жылы елбасы Назарбаевтың рухани жаңғыру бағдарламасы жарияланды. Бағдарлама ұлттық сананы жаңартуға, ұлттық құндылықтарды заманауи әлемге бейімдеуге бағытталды. Оның ішінде туған жер жобасы, жаңа гуманитарлық білім, 100 жаңа есім, ұлттық бірегейлікті сақтау сияқты бағыттар бар. 2020 жылдан бастап президент Тоқаев тарихи жадыны жаңғырту, ұлттық мәдени код, тарих тілін дамыту мәселелерін ерекше атап, рухани саясат жалғасын табуда. Екінші сұрақ: саяси, экономикалық және әлеуметтік өмірдегі қайшылықтар. Тәуелсіздікпен бірге үлкен мүмкіндіктер келгенімен қоғамда көптеген қайшылықтар да болды. Экономикалық қайшылықтар, мысалға 1990 жылдары жекешелендіруді жылдам өтті, бірақ бұл кейде әділетсіздікке әкелді. Бай мен кедей арасындағы айырмашылық ұлғайды, ауыл мен қаланың даму деңгейі тең емес болды. Мұнай мен шикізатқа тәуелділік сақталып қалды. Саяси қайшылықтар: демократия бірден қалыптасқан жоқ, билік вертикалі күшейіп, бір орталыққа шоғырланды. Кейбір сайлаулардың әділдігі туралы қоғамда пікірталас туды. Оппозициялық күштердің мүмкіндігі шектеулі болды. Әлеуметтік қайшылықтар: білім мен медицинаның сапасы аймақтарда әртүрлі болды. Жастардың жұмыссыздығы, халықтың жалақыға қанағаттанбауы, тіл мәселесіне қатысты пікірталастар. Үшінші сұрақ: Қазақстан Республикасы президенті Тоқаевтың Қазақстан халқына арналған жолдаулары. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің жолдауларында елді жаңарту, реформаларды тереңдету және әділетті Қазақстан құру идеясын басшылыққа алды. 2019 жылғы жолдау: сабақтастық, әділет, өрлеу. Азаматтардың құқықтарын қорғау, ашық мемлекет құру, әлеуметтік қолдауларды күшейту. 2020 жылғы жолдау: пандемия кезіндегі іс-қимыл, денсаулық сақтау жүйесін жаңарту, экономиканы қайта қалпына келтіру, білім беру мен онлайн оқуды дамыту. 2021 жылғы жолдау: экономикалық өсім, кәсіпкерлікті қолдау, ауыл шаруашылығын дамыту. 2022 жылғы жаңа Қазақстан жолдауы: қаңтар оқиғасынан кейін үлкен реформалар ұсынылды. Билік құрылымын өзгерту, парламенттің рөлін күшейту, президенттің өкілеттігін шектеу, саяси партияларды тіркеуді жеңілдету және аймақтарды дамыту. 2023-2024 жылдардағы жолдаулар:
экономиканы әртараптандыру, жаңа салық саясаты, индустрияны дамыту, ым, адами капиталды күшейту және ауыл мәселесін шешу. Тоқаев жолдауларды елді жаңартуға бағытталған практикалық реформалармен ерекшеленді. Төртінші сұрақ: тәуелсіздіктен кейінгі Қазақстанның мәдениеті мен өнері. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін мәдениет пен өнер саласында үлкен өзгерістер болды. Кеңес дәуірінде шектеулі болған ұлттық рух, тіл мен дәстүр егемендік жылдары қайта жаңғырып, жаңа деңгейде көтерілді. Мәдениет халықтың тарихи жадын сақтаудың, ұлттық болмысы қалыптастырудың маңызды құралына айналды. Ең алдымен әдебиет саласында айтарлықтай жаңару байқалды. Жазушылар бұрын айтуға тыйым салынған тарихи тақырыптарға еркін орала бастады. Ашаршылық, саяси қуғын-сүргін, ұлттық тағдыр, тәуелсіздік идеясы әдеби шығармалардың басты тақырыбына айналды. Қабдеш Жұмаділов өз шығармаларында қазақ халқының тарихы мен тағдырын терең суреттесе, Төлен Әбдік жанның ішкі қайшылықтарын, моральдық мәселелерді көтерді. Дидар Амантай жаңа заман адамының ойлау жүйесін, рухани ізденістерін көрсетті. Смағұл Елубаев тарихи әділеттік пен ұлттық трагедияны бейнеледі. Мұхтар Шаханов поэзия арқылы ұлттық рухты, тіл мен намысты қорғады. Ал Оралхан Бөкейдің шығармалары тәуелсіздік жылдары қайта жаңғырып, оқырманға ерекше әсер етті. Осы жазушылардың еңбектері тәуелсіз Қазақстан әдебиетінің іргесін бекітті. Музыка мен өнер саласында да үлкен серпіліс болды. Ұлттық музыка жаңа бағыттармен үйлесіп, заманауи сипат алды. Ұлытау тобы домбыраның үнін рок және классикалық музыкамен ұштастырып, қазақ музыкасын әлемге танытты. Димаш Құдайберген өзінің ерекше дауысымен халықаралық сахнада Қазақстанды танытты. Эстрадада Ерке Есмахан сияқты әншілер ұлттық нақышты заманауи стильмен біріктірді. Сонымен қатар, кей-поп саласы бағыты да пайда болды. Жастар мәдениетіне жаңа леп әкелді. Күй өнері де қайта жаңғырып, жас орындаушылар арқылы кең тарала бастады.